достар, бүгін біз үй жағдайында көбісі барлығы істейді, но істеу жолдарын үйрететін боламын. Ең алдымен бізге пияз, картошка, сәбіз, чеснок и тәтті бұрыш және де ет керек. Тағы қосатын көкөністерді өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Ең алдымен пиязды осылай кубиктап турап аламыз. Сәбізді де, картошканы де барлығын кубиктап турап аламыз. Тәтті бұрышты да кубиктап турап аламыз. Чеснокты кәдімгі өздеріңіз қалай турасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Және де пияз, чеснокты барлығын турап алғаннан кейін күрішімізді өздеріңіз қалауларыңызша адамдардың көптігіне қарай қанша пиала салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен бұл жерде 3 пиала күріш салдым. Оны әбден жуып аламыз да осындай бір ыдысымызға май құйып үстіне салатын боламыз. Бұны біз бірінші отқа қойған кезде бірінші майда қуырып аламыз 1-2 минут. Одан кейін барып үстіне су құятын боламыз. Су құйғаннан кейін тұзын саласыздар. Және де осыны салып қойғаннан кейін, газға қойып қойғаннан кейін осы пияз, чеснок, тәтті бұрыштарыңызды қуырып алсаңыздар болады. Мен бірақ соңында барлығын турап алғаннан кейін етін барлығын бірге қуырған болатынмын. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірінші бәрін бірге қуырам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер, бөліп қуырам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Және де мен тамақ істегенде кино көріп істеген жақсы көремін. Сондықтан мен жаңадан серия бастап жатырмын түрікше. Соны көріп тұрып істедім. Сіздер де өздеріңіз білесіздер дегендей. Сәбізді, картошканы барлығын кубиктап турап алғаннан кейін барлығын салып, майын қосып, тұзын, бұрышын, кішкене шым құмшекер қосып жібердім. Осылай газға қоямыз. Күрішті жаңағы айтқанымдай кішкене 1-2 минут осылай қуырып аламыз. Мына нелерімізді, етімізді дәл солай қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылған кезде, кішкене қуырылған кезде томат қоссаңыздар болады. Мен томат қосуды ұмытып кетіппін. Ары қарай сосын суын құйып бұқтырып қоятын боламыз. Бұл кезде жаңағы күрішімізге су, жаңағы подливкамызға да су қосып қайнатып аламыз. Осылай видеодағыдай. Күріште су құйғаннан кейін құмшекер, тұзын салатын боласыздар. Міне бәрі менде дайын. Барлығын осылай күрішті пиалаға салып жаңағы тарелкаға аударатын боласыздар. Өз қалауларыңыз бойынша. Мен бұны да ютубтан көрдім. Бұны негізі білем, но істеуге көп тартына бермеген болатын. Бүгін істеудің уақыты келген екен. Бұны істедім. Өте дәмді шықты. Өздеріңіз тұзын, бұрышын дәмін татып барып қосасыздар. Әдемі, тәтті, күшті тағам болды. Мен бүгін не тамақ істерімді білмегендіктен осыны ютубтан көріп істеген болатынмын. Өте әдемі, күшті тағам болып шықты. Бізге ас болсын, сіздер де қайталап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.
Мінекей дайын болды. И осылай подливкасын қосып құйып бере беретін боласыздар. Всем пока-пока. Бұны да өз қалаларыңызша әсемдейсіздер. Сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.